Сәлем достар, сіздермен бірге Жанар Бөлен каналы. Бүгін мен сіздерге өте әсерлі заманауи әңгіме айтатын боламын. Бұл әңгіменің авторы Айым Алтайқызы, оқыған Жанар Бөлен. Тренинг өткізетін тасбақа. Ертеде өзен жағасында жасы 300-ден асқан кәрі тасбақа өмір сүріпті. Тұла бойын әжім басқан қарияға көпті көрген деп барлық жануар құрмет көрсетеді екен. Сый құрметке бөленудің рахатын сезінген Тасекен бір күні мынандай қулыққа көшеді. Онсыз да бұрынғыдай ширақ емеспін, мен неге ақыл сатып күн көрмеймін. Осылайша тренинг өткізетін тасбақа жайлы хабар жан-жаққа тарап кетеді. Тасбақа көп жасады деген аты болмаса, өмірден түйгені аздау болатын. Бірақ келген жанның ешбірін кеңессіз қалдырған жоқ. Аз ғана уақытта тасбақадан ақыл сұрауға қасқыр келіпті. Ақсақал, көмек бер. Мен түнімен ұйықтай алмай жүрмін. Айдың жарығы бетіме түссе болды, аспанға қарап ұлып шығамын. Осы әдетімді қалай қойсам болады, дейді. Тасбақа ойланбастан: түнде көзіне шүберек байлап ал, сонда ай жарығын көрмесін. Көрмесен ұлымайсың, ұйқың тыныш болады, деп кеңес береді. Қасқыр тасбақаның ақылына риза болып қайтады. Осылайша қасқырдың өзін тыңдата алған кемеңгер тасбақаға табынатындар көбейеді. Қазаншының өз еркі қайдан құлақ шығарса демекші, тасбақа келушілерге ойына келгенді айта салатын болды. Мойнын ұзындығынан ұялып келген керікке бұдан былай еңкейіп жүр десе, қорқақ қоянға әр дыбыстан үркіп жүргенше екі ұзын құлағынды бір-біріне байлап ал, сонда ештеңе естімей тыныш өмір сүресің, деп ақыл айтыпты. Айналасына жан жуытпайтын кірпіге енелерін жұлып тастауды ұсынса, ауыр жұмыстан шаршаған есекті бәрін тастап арғымақтармен бәйгеге қатыс деп жігерлендіріп жіберген екен. Тасбақаның ақылын тыңдаған жан-жануарлар оған сый-сияпаты мен сүйген асын әкеп беретін. Әбден тойынған тасбақа ойына келгенін айтып, арам тамаққа ет үйреніп алды. Шақырған жерден кешігіп жүретін ұлуға арқандағы сауытынды алып таста, жеңілдеп қаласын деп. Таңертең жұмысына ұйықтап қалып жүрген Әтешті таң атпай азан шақыруынды қой. Әтеш деген атым бар. Ана қарамағындағы тауықтарды жұмса да жата бер, деп үкім оқыған да осы тасбақа екен. Күндердің күнінде кемеңгерден кеңес алуға бір балық келіпті. Ақсақал, дүниеде бізден гөрі көрген білгеніңіз көп. Сізден ақыл сұрай келдім. Айтыңызшы, суда жүзіп бара жатсам, ылғи да төбемнен салбырап тамақ түсіп тұрады. Кейде шұбалшын, кейде тәтті нан сияқты әртүрлі азық көремін. Айналасына ешкім бармайды, өздері сондай дәмді көрінеді. Соларды алып жесем бола ма? Айналайын балықжан, сүйген асын аспаннан салбырап алдынан шықса, онда неге қашасың? Төбеден саған арнап түскен ғой. Несібеннен қағылып жүресің бе? Қорықпай барып жей бер, депті. Осыны естіп алып, балық суға күмп береді. Жағалауда бейғам жатқан тасбақа сол жерде қала береді. Ертесі күні өзен жағасына бір топ адам келіп сейіл құрады. Сәлден соң жайғасып, қармақтарын шығарып, суға салып қояды. Көп ұзамай қармақтың ұшына бір балық ілінеді. Сол сәт кәнігі балықшы қармағын тартып қалып, олжасын шелекке тастап үлгеріпті. Өзінің емес, өзгенің ақылына сеніп, оңай олжаға құныққан балық осылайша біреудің азығына айналған екен. Осының бәрін сырттан бақылап тұрған тасбақа обалың жоқ, депті де күн шуақтап отыра беріпті. Егер әңгіме ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Егер тағы да осындай қызықты әңгімелерді оқысын десеңіздер, ойларыңызбен бөліссеңіздер болады. Төменге жазсаңыздар, мен міндетті түрде оқитын боламын.